121. Ұлттық мақтаныш сезімі дегеніміз не? Ұлттық мақтаныш сезімі белгілі бір ұлт адамының жеке мақтаныш сезімі, белгілі бір немесе басқа бір ұлт адамдарының көптеген жеке мақтаныш сезімінің жиынтығы болып табылады. Ұлттық мақтаныш сезімі әрбір ұлт тұлғалары үшін бұзылмастан, кімде-кім өз ұлтын сыйламаса, оны мақтан тұтпаса, ол сөзсіз барып арамызда отансыз қаңғыбас. 122. Өзін сыйлай алған адам өзгені де сыйлай алады. Белгілі бір ұлттың толық азаматы болып, әрі өз ұлтыңды мақтан ете отырып, сен басқа халыққа да лайықты қарай аласың. Мысалы, нағыз интернационалист болу үшін орыстар алдымен шын мәнінде бар болмысымен орыс болуға тиіс. Екі түрлі ұғым бар. Ұлттық рух – бұл асыл қасиет, және ұлтшылдық – бұл ұлт ішіндегі жеке адам бойындағы орынсыз көркеуделік, менменшілдік. 123. Кейбіреулер ұлттық рухты немесе ұлттық отансүйгіштікті ұлтшылдықпен оп-оңай шатастырып алады. Ұлттық рух пен ұлтшылдықтың ара жігін ажырата білген жөн. Ұлттық рух тамаша қасиеттерге ие, өз ұлтыңды тануға көмектеседі. Ал бізге осы асыл қасиеттерді дамыта түсу қажет. Тек осындай адам ғана отаны мен отандастарының алдында өз борышын терең және жоғары сезіне алады. 124. Барлық халықтар барлық ұлы әрі тамаша нәрселер жасауға қабілетті. Халықтардың бауырмалдық ұлы сезімі мына қырғын соғыста үлкен сынға түсіп, бұл сынақтан сүрінбей өтті, әрі көптеген адамдардың көзін ашты. Бұл соғыста Кеңес одағында тұратын ұлыстар мен ұлттардың бірде-бір өзгелерден жаман соғысуға қақысы жоқ. Айталық, бір халық нашар соғысты дейік, онда бұл халықты құрметтеуге қандай негіз болмақ? Ал жақсы соғысып жүрген халық әрқашан ізгі құрметке лайық. 125. Тәрбие адам бойындағы жақсы мінез-құлық қалыптастырады. Тәрбиелеудегі бірінші мақсат саналылық, бұл ең басты мәселе. Ал мәжбүр етушілік, қосалқы тәртіп режимі болмақ. Көнтерілікке, көнбістікке, бас июшілікке тәрбиелеу, бұл шын мәнінде адамды моральдық жағынан толық тәуелді ету деген сөз. Тіл алушылыққа бейімділікті, адам бойындағы адамгершілік қасиеттерді жетілдіру мен жандандыра түсудің қуатты да икемді құралына айналдыра білген жөн. Көнтерілік, көнбістік сайып келгенде асқақ адамның сергек ойын тұсау. Қолбасшы күнделігі. Бауыржан Момышев.